Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Алматы қаласындағы шетел тілдері педагогикалық колледжінің қазақ тілі пәнінің оқытушысы Ережепова Әдия Оразақынқызы. Мен сіздерге бүгін сөз сапасы туралы және сөз сапасына әсер ететін тілдік шарттар туралы мәлімет беремін. Сабағымыздың тақырыбы сөз сапасы, сөз сапасына әсер ететін тілдік шарттар. Сөз сапасы туралы сабағымызды бастамас бұрын Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің мына ой пікіріне арқа сүйегенді жөн көрдім. Қазақ тілінен асыл, қазақ тілінен бай тіл жоқ. Егер қазақ тілін білсең, дін де осында, ғылым, білім де осында, әулиелік те осында. Сонымен қатар Ахмет Байтұрсынұлы ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тілі. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады деген екен. Сабағымыздың мақсатына құлақ салайық. Сөз сапасы тыңдаушыны жалықтырып жібермеу жолдары жайлы түсінік беремін. Сонымен қатар тілдегі сөз тіркестері мен сөйлемді дұрыс қолдану жолдары жайлы түсінік беремін. Жалпы сөз сапасы дегеніміз не? Сөз сапасы дегеніміз ол сөздің дәлдігі, ол сөздің дұрыстығы, сөз байлығы, сөз айшығы, тіл тазалығы, сөз әуезділігі, сөздің дәйектілігі, сөздің түсініктілігі және сонымен қатар ойдың жүйелілігі. Ал осы сөздің қарым-қатынастық сапасының жоғары болуының басты шарттары неде екеніне тоқталайық. Сөз сапасының жоғары болуы сөзді әдеби тіл нормасына сай қолдану қажет. Дәлме-дәл қолдану қажет. Талғап, саралап қолдану. Бедерін тауып жұмсау. Сөз арасын бөтен сөзбен шұбарламау. Ал сөздің сапасына теріс әсер ететіндер, сөздің жұртшылықтың бәріне ортақ айтылу нормасы, мағынасы бұзылса, сөздің сапасына теріс әсер етеді. Сөз жұтаң тартып тұрса, сөз арасына бөтен, бөгде сөздер, мазмұны төмен, қара дүрсін, қарабайыр элементтер жүрсе, олар да сөздің сапасына теріс әсерін тигізеді екен. Сөз сапасы қандай кезде әлсірейді? Таптаурын, қасаң ойдан әсерлі сөз шықпайды. Сөйлеушінің тілдік бейнесі жұтаң екендігі көрініп тұрады. Сөз арасына бөгде сөздер араласады. Өзгенің сөзін немесе оқығаныңды еске сақтау арқылы ғана сөйлеу, мазмұнын қайталап айтып беру сөз тапшылығын білдіреді. Сөздің сапасы қай кезде арта түседі? Сөзді әдеби тілдің нормасына сай қолдану қажет. Сөзді дәлме-дәл, талғап, саралап қолдану. Сөз бедерін тауып жұмсау. Сөз арасын бөтен сөзбен шұбарламау. Естіген, көрген, оқыған нәрсені терең игеру. Ойға ой қосса, ой байлығы сөз байлығына айналады. Сол кезде сөз сапасы арта түсетіні анық. Енді біз сіздермен бірнеше сөздерге тоқтала кетейік. Мысалы, таң деген сөзді алып қарайық. Таң сімірі. Төбеден жұлдыз ауғанда, таң сімірі жауғанда деген Төрехан батыр жырында осындай жолдар бар екен.
Ереуіл таңдар атқанда қызара келіп күн шықты. Бұл ер қосай дастанынан алған үзінді. Көгіла таң, желпіндіріп ту байлап, ерлерім тұрды ат сайлап, көгіла таң болғанда, қашаған күржіман ұлынан. Рауан таң біліне, жемісті сайдың бойына бастап келді ол енді. Бұл құбығыл дастанынан үзінді. Енді сіздер асыл тастардың атауларын білесіздер ме? Осыған көз жүгіртіп көрейікші. Гауһар, маржан, інжу, жақұт, лағыл, моншақ, зүбаржат, алмас, фируза, меруерт, зәмартас, ешім тас, кәріп тас, мөлдір тас, мәрмар, су тас, табас, даурия, ақтас, ақық. Алланың атауларын білесіздер ме? Осылардың ішінен жыртқыштарды бөліп айтып көріңізші. Қарсақ, қашыр, қаракүзен, қарақал, қарақұйрық, қолтырауын, қонжық, қодық, қодас, құлтеке, қорықпас, құралай, құлжа, құдыр, құну, құндыз, құлан, мәулен, мәлін, сазгамшат, сусар, сілеусін, тарпаң, үстірт қойы. Ал мына сөздердің сөз сапасының тілдік емес шарттарына қандай қатысы бар деп ойлайсыздар? Ойланып көріңіздерші. Еркежан, кекілдім, шырақ, қаракөз, айдарлым, шырайлым, еркем, тетелес, төре жігіт, бикеш, мырза, мырза жігіт, балым, кенжеш, ақ жігіт, айғарагөз, ақмаңдайлым. Ойланыңыздар. Енді тәуліктегі шақ атаулары туралы не білесіздер? Бозала таң, сәске, мәл, шаңқай түс ауды, бесін, екінді, намазшам, алагеуім, ымырт, кеш, жарым түн. Бұлар туралы да ойланып көріңіздер. Сіздер осы сөздерді өздеріңіз күнделікті пайдаланып көрдіңіздер ме? Жоқ әлде осылардың ішінен сіз бірінші рет естіп тұрғандарыңыз бар ма? Енді сөздердің орынсыз қолданылып, тілдік дағдыға айналуы туралы әңгімелеп көрейікші. Бізде күнделікті ауызекі сөйлеу тілінде адамдармен сұхбаттасқан кезде мынандай сөйлемдер көптеп естиміз. Және бұлар біздің үйренгеніміз соншалықты, тіпті дағдыға айналып бара жатыр. Мен сізге звондадым, но ответ болмады. Оған обязательно привет айтыңыз. Дұрыс самочувствием, общий состоянием жаман емес. Сіздің статьяңызды оқып шықтым. Аз ғана редакционный изменение жасап, печатать етеміз. Менің дочам өте ақылды. Оның аты не очень удачный ат. Біз келе жатырық. Біз үйде демалып отырық. Міне осындай сөздер біздің тілімізге дендеп еніп бара жатыр. Осыдан сақ болыңыздар. Енді орынсыз өзгерістерге жол бермеу жағында айта кетейік. Мынандай дұрыс тіркестерді
қате етіп айтатындар кездеседі. Оған өте үлкен мән беру керек. Өтірікті судай сапырды деген дұрыс айтылу керек тіркесті. Өтірікті судай араластырды деп айтады. Дұрысы тасы өрге домалаған деген тіркесті тасы тауға домалаған деп айтамыз. Осындайлар бар арамызда. Төсек жаңғыртты, төсек жаңартты деп қателесеміз. Қаперіне кіріп шықпады, хабарына кіріп шықпайды. Екі аяғын бір етікке тығып дегеннің орнына бір аяғын екі етікке тығып деп қателесетіндер бар. Жібек матадай үлбіреген деген сөзді жібек шыттай үлбіреген деп керісінше айтатын адамдар кездеседі. Сондықтан да осыған үлкен мән беру керек. Енді сөздің дұрыстығын сақтаймын десең не істеу керек? Сөзің жұтаң болмасын десең, дәмін кіргізіп сөйле. Қанатты сөздер, мақал-мәтелдерді, аңыздарды, қисса дастандарды, батырлар жырын және тағы басқаларын көп жатта. Көркем әдебиетті үздіксіз оқы. Сөз арасына бөтен, бөгде сөздерді араластырма. Көше жаргондарынан аулақ бол. Тыңдаушыға сөйлеуші даусының әуезділігі де маңызды. Қай жерде, қандай ортада сөйлесең де, сені тыңдап тұрған адам барын ұмытпа. Ол сенің сыншың. Осы турасында Абайдан асырып айтқан адам болмаған шығар. Абай сөздің сапасы туралы былай деп үлкен нүкте қойған сияқты. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы. Өлеңге әркімнің ақ бар таласы, сонда да солардың бар таңдамасы. Іші алтын, сырты күміс, сөз жақсысын қазақтың келістірер қай баласы. Мына нәрсеге құлақ тұрыңызшы. Сіздер күнделікті өмірден, газет-журналдан, теледидардан, сөз сапасынан қате кеткен қолданыстағы сөздерді естулеріңіз бар ма? Ал мен естідім. Бірде жолаушы келе жатып, түн жарымда қазақ радиосы дикторларының тікелей эфирде сұхбаттасуын тыңдадым. Сол жерде Алматы уақыты Шаңқай түн дегенді естідім. Сол кезде мен таң қалдым. Шаңқай деген сөз ол тал түске шаңқайып күн шығып тұрған уақытқа байланысты айтылады емес пе? Ендеше бұл жерде радио хабарын жүргізуші қателесті деген сөз. Алматыда жарым түн деу керек еді. Міне осындай қателіктерді естігендеріңіз бар ма? Ал егер де айтушының сөзінен қателіктер естіп қалсаңыз, түзетесіз бе? Мына мәселелер жайында ойланыңызшы. Сіздің ойыңызды жеткізуге қандай нәрселер кедергі? Сіз қалай ойлайсыз? Халық сөз байлығын, сөз мағынасының қыр-сырын білуді ең алдымен кімдерден үйренеді? Тіл теңіздей терең деп айтылған пікірді дәлелдеп көріңізші. Мен осы алдыңға айтылған мәселелердің барлығын жинақтай келе, мынандай түйінге келдім. Сөз дұрыстығы, сөз байлығы, сөз тазалығы,
сөз әдебі дегендер сөздің коммуникативті сапасын көрсететін белгілер болып табылады. Мен енді сіздерге мынандай бір жаттығу жұмысын бергелі отырмын. Орындап көрейік. Төменде сырға атауларын жаздым. Ал сіздерге берілетін тапсырма: әр атаудың әрқайсының анықтамасын табыңыз. Сонымен қатар, асыл тас атаулары кездесетін өлең жырларды білесіз бе? Ал кісі есімдерінде кездесетін асыл тас атауларын тауып көріңізші. Енді сырға атауларына құлақ түріңіздер. Айбалта сырға, ай сырға, айшық сырға, айшықты сырға, ақық сырға, алқа сырға, алтын сырға, аттық сырға, гауһар сырға, жапырақ сырға, жез сырға, жұмыр сырға, зер сырға, зере сырға, иықты сырға, төбе сырға, ұзын сырға, үзбелі сырға, үкі аяқ сырға, үш буынды сырға, үш шолпылы сырға, шарбақ сырға, шұжық сырға, шілтерлі сырға, иінді сырға, көз сырға, күмбез сырға, күміс сырға, күпек сырға, қоза, қозалы сырға, қоңырау сырға, құмған сырға, қыспа, маржан сырға, сабақты сырға, салпыншақ сырға, сирақты сырға, сиыршық, собық, сона, сонақ, сояу сырға, сірге, сіргелі сырға деген сырғалардың аттарын сіздерге ұсынып отырмын. Бұның ішінде сіздер бірінші рет естіп отырғандарыңыз бар ма? Бүгінгі сабақта қандай ой, қандай көркем сөздер, қандай айшықты пікірлер естеріңізде қалды? Тапсырмаларды орындап, астына пікір жазуды ұмытып кетпеңіздер. Сіздің пікіріңіз біз үшін өте маңызды.